Ассаляму алейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен залым патша Перғауынның езгісінен Аллах тағаланың Мұса алейхиссалям мен оның соңынан ерген мүміндерді қалайша азат еткендігі жайлы әңгімелейтін боламыз. Мүміндердің қоныс аударуы және қуғыншылар. Мұса Перғауын мен оның қауымына үздіксіз уағыз жүргізгеннен кейін Аллах тағала Мұсаға бұл зұлымдық жайлаған елді тастап, өзімен бірге мүміндерді алып, иманды, тура діншіл және әділ мемлекет құру үшін Мысырдан Палестина еліне қоныс аударуын әмір етті. Бұл бұйрық Мұса мен мүміндердің қатты азап және көптеген қиындық көргеннен кейін келген еді. 600 мың Исраиль ұрпақтары бүкіл бала шаға, мал жанымен Мысырдан шығып Палестинаға бет алады. Бұл қоныс аударушылардың ішінде Асия анамыз да болған деген риуаяттар бар. Ал бір риуаяттар бойынша Перғауын оны қоныс аудармаққа жиналғаны үшін қатты азаптап қинаған. Сонда да алған бетінен қайтпаған соң таспен ұрып өлтірген. Осылайша Асия дін жолында шахид болған. Міне, бұл ер мінезді әйел үлгісі. Өмірде сәл ғана қиыншылық көрсе, дініне қиянат жасап, әлсіздік танытатын еркектер бар. Ал бұл пайғамбарға сүйеніш болған, оған міндетін орындауда жәрдем көрсеткен, мәңгілік ұмытылмас үш әйелдің адамзат тарихында салып кеткен сара жолының үлгісі. Аллах тағала олардың өнегесін мына біз мұсылмандарға мәңгілік өнеге етіп қалдыру үшін оны өзінің мәңгілік сөзі ұлы кітабы Құранда. Аллах иман келтіргендерге Перғауынның әйелін мысалға келтірді. Сол уақытта ол: «Раббым, маған жәннатта өз қасыңнан бір үй тұрғызып бер, сондай-ақ мені Перғауын мен оның істерінен құтқар және мені залым қауымнан құтқара көр» деді, деп баян еткен. Бұл жай ғана мысал емес, бүкіл мүміндер үшін келтірілген әйел жайындағы мысал. Қай дін әйелге осындай құрмет көрсетті? Иә, Асия анамыз басындағы патшалық сарайды қаламай Аллахқа: «Раббым, маған жәннаттан үй тұрғызып бер» деп дұға тілек қылды. Ол Мысыр халқына билік жүргізіп отырған Перғауынға қарамай Аллахқа: «Мені Перғауын мен залым қауымнан құтқар» деп жалбарынды. Ол ақида талаптарын барлық нәрседен артық қойды. Ол құлдықтағы отбасынан шыққан асыранды баласын, дүниенің тұтқасын қолында ұстаған күйеуінен абзал көрді. Ол қолында тұрған дүниемен алданып қалмай, ақыретін ойлады. Ал Перғауын нөкерлерімен бірге елден шығып кеткен мүміндердің ізіне түсті. Олардың ниеті мүміндерді түбегейлі жою болатын. Өйткені Перғауын Мұсаның Раббысына иман келтіргендерді түгелімен қырып тастауға шешім шығарған еді. Ол өз билігіне тосқауыл болушылардың жер бетінде біреуін де қалдырмауды қалайтын. Перғауынның нөкерлерімен бірге қуғынға шыққанын мүміндер білсе де тоқтамастан қаша берді. Мүміндердің алдынан үлкен теңіз шықты. Енді олар не істемек? Ей, мүміндерге жәрдем беруші Аллах, оларға өз жәрдеміңді бере көр. Бұл кезде Перғауын мен нөкерлері мүміндердің артынан қуып жетіп те қалған еді. Жағдай қиындай түсті. Мүміндер теңіз бен дұшпанның ортасында қалды. Алға қарай жүрсе суға батады, артқа шегінсе Перғауын мен оның нөкерлері өлтіреді. Мүміндер амалдары құрып, Мұсадан Раббысына дұға етіп, жәрдем сұрауын өтінді. Мұса оларға: «Біраз күтіңдер. Қазір Аллах қаласа, Аллах тағаланың жәрдемін көретін боламыз», деді. Перғауын мүміндерге өте жақын қалды. Осы сәтте мүміндерге Аллах тағаланың жәрдемі мен мейірім шапағаты келді. Аллах тағала Мұсаны жас кезінде бауыздап кетуінен құтқарды. Сосын Перғауын әулетінен бір кісіні өлтіргенде де жазаланудан құтқарған болатын. Сондай-ақ кедей болған шағында мал дүние мен әйелді нәсіп етіп, кедейліктен, одан соң сиқыршылардан құтқарды. Әрдайым жәрдем беруші Аллах оны мүміндермен бірге осындай қиын сәтінде жәрдемсіз қалдыра ма? Жоқ, әлбетте құтқарады. Аллах тарапынан Мұсаға: «Таяғымен теңізді ұр» деген бұйрық келді. Мұса таяғымен теңізді ұрды. Сол сәтте-ақ теңіз Аллах тағаланың қалауымен қақ айырылып, ортасынан ұзын жол пайда болды. Жел соғып, теңіздің түбіндегі тұнбаларды алып кетті де мұсылмандарға ашылған жолды кептірді. Мүміндер Аллахтан жіберілген кереметтің арқасында теңіздегі жол мен киімдері су болмаған күйде өте шықты.
Олар қуанғандарынан көз алдындағы Аллах тағаланың мұғжизасына сенер-сенбестерін білмей алға ұмтыла берді. Бірақ кері бұрылып қарағанда олар Перғауынның да іздерінен өкшелеп жетіп қалғанын байқады. Олар тағы да қорқып үрейлене бастады. Перғауын мен оның нөкерлерінің қуып жетіп қалғанын Мұса да көрді. Оған: «Мүміндермен теңіздің жағалауына дейін жүре бер, кәпірлер де арттарыңнан жүре берсін, олар жол ортасында суға батады» деген аян келді. Ұлы Аллахтың айтқандары рас еді. Мүміндердің ең соңғысы теңіздің келесі жағалауына аяқ тірегенде Перғауын мен нөкерлері әлі жолдың ортасында болатын. Сол уақытта теңіз ортасындағы ашылған жол жабылып, теңіздің астан-кестені шықты да Перғауынның әскерлері батып кетті. Перғауын бұл жағдайды көріп: «Мен әлемдердің Раббысы бір Аллахқа сендім» деп айқайлайды. Оған: «Енді өліп бара жатып иман келтіресің бе? Ей Перғауын, енді иман келтіруінің ешқандай пайдасы жоқ» деген жауап естілді. Перғауын да нөкерлерімен бірге суға батты. Достар, видеоларымыз көңілдеріңізден шығып жатса, кезекті видеоларымызды өткізіп алмай көру үшін арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау шапсе батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.